Нұрлан Нығматулиннің ұлдарына тиесілі Қазфосфат компаниясына 5 миллион теңге айыппұл салынды. Мәжілістің экс-спикері Нұрлан Нығматулиннің ұлдары қадағалайтын Қазфосфат зауытында өрескел заң бұзушылықтар анықталды. Бұл туралы экология департаменті мәлімдеді. Кәсіпорын жұмысына жоспардан тыс тексеру жүргізген. Экология департаментінің мамандары компанияға 5 миллион теңге айыппұл салды. Бұған дейін облыс орталығын белгісіз түтін басып, тұрғындардың тынысын тартқан жайлы отандық бақ өкілдері жазған болатын. Кейін анықталғандай, минералды тыңайтқыштар зауытындағы күкірт қышқылын өндіретін цехта апат болып, соның салдарынан ауаға күкірт триоксиді тараған. Экологтар прокурорлармен бірлесіп, ауа сынамаларын зерттеуден өткізіпті. Апат кесірінен зауыт маңындағы Сүлейменов көшесі бойындағы санитарлық қорғау аймағында фторлы сутегінің мөлшері қалыпты деңгейден 7,5 есе артқаны анықталды. Тексеру барысында экологиялық заңнаманы бұзудың 5 фактісі анықталды. Экологиялық кодекстің талаптары сақталмаған. Заң бұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілді. Кәсіпорынға салынған әкімшілік айыппұлдардың көлемі 5 миллион теңге. Берілген нұсқамалардың орындалуы бойынша 2022 жылдың екінші жартыжылдығында кәсіпорында жоспардан тыс тексеру жүргізіледі. Бұдан бұрын экология департаменті Тараз маңындағы химия зауытының жұмысы тоқтатылуы мүмкін екенін мәлімдеген. Кейіннен компания басшылығы заңсыз пайда тапты деген күдік келінді. Бас прокуратура Қазфосфатты 697 миллион теңге көлемінде монополиялық табыс тапты деп айыптап, тергеу басталғанын жариялаған еді.